Сәлеметсіздер ме, менің қымбатты көрермендерім. Бүгін сіздерге мен мына пісірменің тағы бір түрін қозы құйрық қылып жасалған тауық етінен астында картобы бар керемет пісірме сіздерге ұсынып отырмын. Сондай тамаша, дәмі де керемет шығады. Сондықтан осыны сіздермен біз болып қазір жасап көрейік. Бұл керемет тағамды жасау үшін бізге керекті заттар: біз қозы құйрық алдық, 700 граммдай. Сосын 3-4 2-3 картошка болса да болады. 2 пияз алдық, ірімшік алдық. Сосын бізге мынау тауықтың етін алдық, піскен етін. Тауықтың еті мен мынау қозы құйрық деген сондай бір үйлесім табады. Сосын қаймақ алдық, 1-2 қасық. Сосын мына дәмдеуіштер алдық. Қазір бастаймыз. Мына картопты жұқалап тұрап 10 минуттай пісіріп алыңыз. Бұл жартылай пісіріп алыңыз деген сөз. Одан кейін мынау қозы құйрық. Оны пиязбен әдемілеп қуырып жатырмыз. Бұны да 5 минут әдемілеп дәмдеуішке салып қалаған сосын салып әдемілеп қуырып аламыз. Бұл қаймақ қосып жібердік қозы құйрыққа. 5-10 минут осылай қаймақтағы қозы құйрық болады. Өте дәмді қозы құйрық. Көріңіз. Және мынау картопты қызыл тәтті бұрышқа малып, әдемілеп, жартылай піскен картопты қойдық. Оның үстіне мына енді тауықтың піскен етін салыңыз. Менің каналымда бұндай пісірмелердің түрі өте көп. Каналыма кіріп көрсеңіздер болады. Каналыма кіріп, өстіп қолпаштап жүргендеріңізге мың алғыс сіздерге. Міне, енді бұл жерге құрғақ болып қалмау үшін жерге әдемілеп пиязды қоссаңыз болады. Сақтап туралған пиязды домалақ қып салсаңыз да болады. Қалай салсаңыз да болады. Керемет пісірме болады бұл. Жеді сақтайтындарға да майсыз керемет тағам болуға тиіс. Міне енді пияздың үстіне мынау керемет қозы құйрығымызды саламыз. Қаймақта піскен. Сондай тамаша. Қаймақтың үстіне су құйып жіберіп, көбірек су болу үшін солай жасауымыз керек. Себебі астың бәрі құрғақ болып қалмау керек. Сондықтан енді қазір духовкада 30 минут тұрады. Картобы жартылай піскен, қалғандарының бәрі полын үсті піскен. Қараңыз. Керемет сулы тамақ болады бұл. Осы секундада духовкаңыз қосылу керек. Енді осы жерге үстіне әдемі ірімшігіміз салып жібереміз. Тамаша. Кешкі ас, не түскі ас керемет болуға тиіс. Қазір духовкаға барады. Міне қараңыз, 30 минут тұрды. Сондай керемет тағам болды. Қараңыз, қозы құйрығы да бар. Мына артында астында картобы бар. Сондай тауықтың еті қосылған керемет тағам болды. Қараңыз. Диета сақтайтын адамдарға да, бұлай қозы құйрық жегісі келген адамдарға да сондай тамаша тағам болып тұр. Қараңыз. Енді осы мынау бастырмалардың, пісірмелердің түрлері өте көп. Бірақ мен бүгінгі әдісімді де көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, менің каналымда қолпаштап жүріңіздер. Инста парақшама да кіріп жүріңіздер. Қазақша контенттерді қолпаштап сөйтіп жүрулеріңізді өтінемін. Себебі менен кейін де қанша қазақтың қыз-келіншектері шығып жатыр. YouTube арнасында болсын, Instagram парақшасында болсын. Сондықтан осы патриот болайық, қазақтың қыздарын, келіншектерін қолдап жүрейік деген оймен айтып жатырмын. Сондықтан астарыңыз дәмді болсын.